Ертеде ешкі жүні бөртеде Асан, Үсен атты екі дос болыпты. Асан байдың баласы, Үсен жарлының баласы. Екеуі құрдас, бірінің сырын бірі білетін тату дос еді. Бір күні ауыл ел болып көшкенде, екеуі қыр астында ойнап жүріп, байқамай жұртта қалып қояды. Үйге келсе, ауыл жоқ. Тек бос жұрт қана тұр. Мұны көрген Асан жылап жібереді. Ал Үсен сабыр сақтап, жылағаннан пайда жоқ. Көшкен ауылды іздеп табайық дейді. Балалар жұртты аралап жүріп, бір көзі сынған ине, пышақтың сынығын және біраз қыл тауып алады. Үсен соларды жинап, айналаны шолып, көштің сүрлеуін табады. Екеуі сонымен жүріп кетеді. Біраздан соң сүрлеу екіге бөлінеді. Асан тағы жылайды. Үсен малдың жаңа тезегін көріп, бүгінгі көш осы жолмен өткен деп дұрыс бағытты табады. Жүре Асан қарны ашып жылаған кезде алдыларынан бір үйрек ұшып шығады. Үсен ұясынан 6 жұмыртқа тауып, қылдан тұзақ жасап, үйректі ұстайды. Әкесінің өсиетімен адал бауыздап тамаққа дайындайды. Балалар өзен жағасына жетіп, Үсен шақпақ таспен от жағып, жұмыртқа мен үйректі пісіріп жеп, бой жазып алады. Асан су жағасындағы балықтарды көріп қуанады. Үсен қыздырған инеден қармақ жасап, шегірткеден жем дайындап талай балық ұстайды. Кеш батып, дала қараңғыланғанда, Үсен тезек теріп, от жағып, Асанды қорғап күзетіп отырады. Түнде киікте, құланда, қасқырдың үні де естіледі. Үсен қорықса да, сыр білдірмей таңда атырады. Таңертең қайта жолға шығып, бір уақытта сүрлеу жоғалғанда, алыстан көрінген молаға қарай бет алады. Әкесінің мола бар жерде су болады деген сөзі есіне түседі. Расында, мола маңынан қаздың даусы шығып, ар жағында үлкен көл көрінеді. Жаға толы мал, қой, жылқы, түйе. Балалар өз ауылдарының малын танып, қуанып жүгіріп барады. Малшылар оларды көріп, атқа мінгізіп, ауылға жеткізеді. Бесін кезінде Асан мен Үсен аман есен үйлеріне оралады. Қуаныштан ел жұрттың жүрегі жай табады.